Мен Есбол Расыл, нөмірі 145-ші жалпы білім беретін мектептің 2-ші А сынып оқушысы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай эстафета қабыл алдым. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бейт сымал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның алғасы. Осы эстафетаны нөмір 145-ші мектептің 2-ші А сынып оқушысына және жоғары сыныптарға жолдаймын.